Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа немесе ауызашарға осындай кереметтей кореялық бао булочкамен ерекше ыстық тағамын жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен жылы суға жылы сүтімізді құйып, сұйық май, қант және дрожж тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл тағамды бір жасағаннан кейін үйдегілер қайтадан жасап беруді сұрайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сол үшін видеоны аяғына дейін қараңыздар. Және қонақ дастарханға қойсаңыздар да кереметтей әдемі көрінетін болады. Міне осылай қамырымыз жұмсақ болып шығады. Енді бетін жауып немесе салафанмен орап, жылы жерге 40-45 минут көтерілгенше қоятын боламыз. Қамырымыз біздің әбден осындай биік болып көтеріліп ашу керек. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып қойды ұмытпаңыздар. Және енді ұзыншалап турап алған етімізді қызып тұрған майымызда қуырамыз. Үстінен ұзыншалап туралған пиязымызды салып сарағанша қуырамыз. Және оның үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Және менде осындай қызыл және жасыл болгар бұрышының жартысында осылай ұзыншалап турап алдым. Оны да қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен паприкамызды саламыз, тұз бұрышымызды саламыз, дәміне қарай жақсылап араластырғаннан кейін енді осы етіміздің үстінен құятын тұздығын дайындаймыз, яғни соус дайындаймыз. Бөлек ыдысқа соевый соус құямыз. 3 ас қасықтай, менде мына жерде аз болып қалды, соевый соус бітіп қалды. Сіздер бір мөлшерін жазып кеттім, молырақ құйыңыздар. Және үстінен кукуруз крахмалын салып, жақсылап араластырып, міне осылай етіміздің үстінен құйып, тағы да араластырамыз. Және аздаған суымызды құямыз. Сосын үстінен кунжутымызды салып, бетін жауып қоямыз. Енді біздің міне қамырымыз көтеріліп шықты. Жақсылап осыны жайып алатын боламыз. Қатты жұқа да қылмаймыз, қатты қалың да қылмаймыз. Қалыңдығы 1-1,5 сантиметрдей етіп жаятын боламыз. Және осындай жаңағы дөңгелек пішінді формамен немесе кесемен осы қамырларымызды дөңгелек етіп барлығын ойып алатын боламыз. Онымен де жайып алсаңыздар болады. Менде мына жерде кішкене сұйық май жақтым. Ешқандай ерекшелік жоқ. Онымен де осылай жая берсеңіздер болады. Міне осылай дөңгелектеп барлығын кесіп алғаннан кейін, енді үстінен кәдімгі сұйық маймен тағы да майлап шығатын боламыз. Және бір-біріне қарай осылай жапсырып, майланған мантаваркамызда пісіретін боламыз. 20 минуттай пісіреміз. 20 минуттан кейін қақпағын ашпай, тағы да 5 минуттай ұстайтын боламыз. Сонда біздің осы қамыры жаңағы бао булочкамыз өте кереметтей болып, әдемі, биік болып көтеріліп шығатын болады. Барлығын осылай араларын ашып салатын боламыз. Себебі піскен кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Достар, осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға, WhatsApp группаларда және басқа да әлеуметтік желілерде бөлісіп қоюларыңызды сұраймын. Сонда каналдың дамуына үлкен үлесін тигізетін болады. Міне осылай барлығын салып шығамыз. Қараңыздар, біздің бао булочкаларымыз қалай керемет болып көтеріліп шыққандарын. Міне осылай жан-жағына тарелканың салып, ортасына жаңағы етімізді салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.